Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жасалу өте оңай, оқтайсыз жайылатын, қолжетімді заттардан жасалынатын, дәмі ерекше, үлпілдек болып шығатын медовик пирожныйын дайындаймыз. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Медовик пирожныйын дайындау үшін бізге ұн, жұмыртқа, қант, сары май, бал, сода және тұз қажет болады. Балымызды ыдысқа салып, баяу отта ерігенше араластырамыз. Ерігеннен кейін үстіне сода салып, баяу отта 2 минуттай араластырамыз. Біздің массамыз үлкейеді. Дәл осындай сарғыш түске ену керек. Сол кезде сары майымызды саламыз. Сары май ерігенше баяу отта ұстаймыз. Ерігеннен кейін отымызды өшіріп, суытып қоямыз. Ендігі кезекте жұмыртқамызға тұз қосып, көпіргенше миксерлейміз. Көпіргеннен кейін қантымызды 3 бөлікке бөліп саламыз. Көбірек миксерлеген сайын біздің корждарымыз жақсы көтерілетін болады. Содан кейін біздің суыған балды массамызды жайлап, құйып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін ұнды қосамыз. Ұнды міндетті түрде еліктен өткізу керек. Сонда корждарымыз жақсы көтерілетін болады. Дәл осындай сұйық масса шығу қажет. Сіздерге лайфхак, егер де кез келген осындай бортиктар алынбайтын формаға пісіретін болсаңыздар, пергамент қағазын дәл осылай видеодағыдай кесіп алсаңыздар болады. Кез келген корждарды, бисквиттерді осылай пісіре берсеңіздер болады. Асты майлап алсаңыздар, пергамент қағазы жылжып кетпейтін болады. Дәл видеодағыдай жайып шығамыз. Және 180 градуста 12-15 минуттай пісіріп аламыз. Бұл рецепт бойынша менде 3 корж шықты. 3-ке бөліп пісірдім. Содан кейін осындай форманы пайдаландым. Кез келген форманы пайдалана берсеңіздер болады. Бұдан кішірек жасасаңыздар да болады. Менде осындай форма болғандықтан осындай формамен кесіп шықтым. Бұл формамен кескенде менде 8 дана пирожный шықты. Немесе 4 бұрыштық жасасаңыздар да болады. Қалған бөліктерін пирожныйдың бетіне себетін боламыз. Ол үшін блендерге салып, майдалап аламыз. Егер блендер болмаса, кәдімгі салфанға салып, боқтаймен майдаласаңыздар да болады. Кремін дайындау үшін бізге 20% қаймақ және сахарный пудра керек. Екеуін жақсылап бір қалыпты масса болғанша араластырамыз. Осымен біздің креміміз дайын болды. Енді корждарымызға жағып шығамыз. Немесе осындай формаға салып жағатын болсаңыздар, сіздерде бір келкі әдемі пирожный шығады. Жағып болғаннан кейін формасын жақсы ұстау үшін 2 сағатқа тоңазытқа сап қоямыз. 2 сағаттан кейін дәл видеодағыдай жасап шығамыз.
Ендігі кезекте бетін әрлеп шығамыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.